Қойын символы ол біздегі сәбіз салатын сіздерге көрсететін боламын. Өте жеңіл және де қымбат емес азық-түліктерден жасалынады. Мұндағы мендегі ингредиенттер ол біздегі бірінші картопты алдым 1 дана, одан 2 дана менде сәбіз, одан кейін тауықтың еті менде духовкада піскен. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша копченый алсаңыздар болады, суға пісірсеңіздер болады. Тұзды қияр 2 дана және 2 дана мұнда жұмыртқа. Бұл салат майонезбен жасалынады. Майонез керек болады. Енді өздеріңіз қалауларыңыз, кейбіреулер сметана қолданып жатады. Маған ыңғайлысы майонез болды. Тұз, бұрыш және де әшекейіне мен мұнда укропты алдым. Негізі өздеріңіз білесіздер, листья салат алсаңыздар да болады, немесе петрушка. Қандай көкшөп бар, сонымен жасауға болады. Мен мұнда кішірек тарелка алып қойыппын. Негізі дәурек тарелкаға жасаған жақсы болады. Сол себептен менде кішкене азық-түлігім қалып қалды. Ол да ештеңе етпейді. Мен тағы да жасадым. Кішкене тұз, бұрыш сеуіп қоямыз. Тек қана картошкаға себеміз, басқаларға сеппейміз. Сосын майонез жағып шығамыз. Майонезді жақсылап жағып болғаннан кейін үстіне жаңағы тауықтың етін қоямыз. Тауықтың етін үстінен тағы да майонезді жағып шығамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай біз сәбіздің формасын жасап жатырмыз. Майонез жағып болғаннан кейін тұзды қиярымызды, тағы да майонез, үстіне жұмыртқамызды, оны да үстіне майонезді жағып шығамыз. Бәрін дұрыстап тұрып, осылай формасын келтіреміз сәбіздің. Ең соңынан сәбізді толығымен жауып шығамыз. Сәбізді кішкене көбірек алғандарыңыз жөн болады. Менгі тура осы салатыма барлық сәбізім кетті. Ал егерде дәурек тарелкаға жасайтын болсам, мұнда мүмкін сәбізім жетпей қалар еді. Осылай бәрін формасын жасап шығамыз сәбіздің. Тарелкамызды тазалап аламыз. Жаңағы майонез нелерден қалған. Укроппен сәбіздің шөбін жасаймыз. Вуаля, осындай салат шықты. Өте дәмді және әдемі. Столдарыңыздың нәрін келтіреді. Ас болсын, егер ұнап жатса, лайк басуға ұмытпаңыздар. Рахмет.